Елизавета бір кездері Голливудтың ең танымал жұлдыздарының бірі болған, бірақ 50 жастан асқан соң оның сұлулығы солып, ол тек теледидардағы фитнес бағдарламасын жүргізетін болды. Түсірілім үзілісі кезінде Елизавета дәретханаға барғысы келді, бірақ әйелдер дәретханасы жөндеуде болды. Сондықтан ол ерлер дәретханасына кірді. Сол жерде оның бастығы Харви ашулы түрде кіріп келіп, Елизаветаны ескі, танымалдығы жоқ, өтіп кеткен актриса деп, оны жұмыстан шығару керектігін айтты. Ол Елизаветаның өзін әлі жас деп ойлайтынын мазақ етті және оны жас қызбен алмастыратынын мәлімдеді. Харвидің қатыгез сөздері Елизаветаның жүрегіне терең батты. Ол айнаға қарап, салбырап кеткен терісін көрді. Іштей наразы болғанымен ол ештеңе істей алмады. Үйге қайтар жолда ол өзінің постерлерінің алынып жатқанын көрді. Алаңдаған күйде ол жол апатына ұшырады. Бақытына ол қатты жараланбады. Бірақ өлімнен аман қалса да, Елизавета күле алмады. Қартай оған өмірді өлімнен де жаман етті. Ауруханада жас медбике оны тоқтатып, омыртқасын басып, оның жақсы кандидат екенін айтты. Содан кейін оған киімдерін қайтарды. Елизавета бұған мән бермеді, бірақ кетіп бара жатқанда қалтасында бірдеңе тапты. Дискіге оралған жазба. Жазбада бұл менің өмірімді өзгертті деген сөздер болды. Сол сәтте Елизавета ескі сыныптасы Фредке кезікті. Екеуі де жас емес еді, бірақ Фред ашық түрде оған сезімін білдіріп, байланыста болуды ұсынды. Кейін бос пәтерінде Елизаветаның қызығушылығы арта түсті. Ол дискісін ашты. Видеода субстанция атты дәріні егу арқылы жасушалары бөлініп, оның жас, әдемірек және мінсіз нұсқасын жасайтыны айтылды. Елизавета мұны ақымақтық деп ойлады және ді қоқысқа лақтырды. Бірақ адам табиғаты әрқашан азғыруға беріледі. Тіпті аз ғана мүмкіндік болса да, ол тәуекел етуге дайын еді. Ол адресті іздеп, шағын аллеяға жетті. Жылжымалы есіктің артында жасырын өткел ашылды. Елизавета ішке кіріп, құпия бөлме тапты. Ол 503 нөмірлі шкафты ашу үшін кодты пайдаланды. Шкафтың бірінші қабатында оның тек өзіне арналған активатор сарысуы болды. Ол бір рет қана қолданылады. Екінші қабат жаңа дене үшін, үшінші қабатта әр 7 күн сайын денені ауыстыру үшін қажетті алмастыру сарысуы, ал соңғы қабатта өмір сүру үшін қажетті қоректік сұйықтық болды. Ескерту жазбасында сіздер бірсіздер деп жазылған. Қысқа күрестен кейін Елизавета киімдерін шешіп, активатор сарысуын денесіне егеді. Сұйықтық енген сәтте ол бас айналып, есінен танып қалады. Оның арқасы бұлға бастады, бірдеңе сыртқа шығып жатқандай. Кенет оның терісі жарылып, көздері екі еселеніп, арқасынан адам пішінді аяқ шыға бастады. Көп ұзамай жас және таңғаларлық әдемі қыз пайда болды. Оның есімі Сью болды. Ол Елизаветаның барлық естеліктеріне ие еді, бірақ денесі толығымен өзгерген. Өзінің керемет фигурасын көріп, Сью қанағаттанды. Ол Елизаветаның арқасын тігіп, оған қоректік сұйықтық берді. Енді Сьюде осы жас денеде 7 күн өмір сүру мүмкіндігі болды. Бірақ кенет ол бас айналғанын сезді, мұрнынан қан тамды. Ол стабилизаторды егуді ұмытып кеткенін түсінді. 7 бөтелке болды, күн сайын біреуі қажет. Ол тез Елизаветаның арқасынан стабилизатор алып, өзіне егеді. Бірден ол сергіп күшті болды. Сенімділікке толы Сью телестанцияға кастингке барды. Оның сұлулығы мен сүйкімділігі Харвидің назарын бірден аударды. Ол Сьюді сол жерде келісімшартқа отырғызып, оны супер жұлдызға айналдыруды жоспарлады. Елизаветаның естеліктерімен Сью тез танымал болып, станциядағы ең жарқын жаңа жұлдызға айналды. Күн сайын ол стабилизатордың бір дозасын егетін. Бос уақытында Елизаветаға да қамқорлық жасады. 7 күн өткен соң ол Елизаветамен алмасуға мәжбүр болды. Қарсы болғанымен ол алмастыру шприцін қолданды. Олардың қаны бір-біріне ағып, Сью есінен танып қалды. Елизавета көзін ашты. Арқасындағы ауырсыну шыдамсыз еді, бірақ өзіне жас нұсқасын көріп, барлығына тұрарлық деп ойлады. Елизавета телестанцияға қайтып келгенде, Харви оның заттарын жинап, оны шығаруға асығып жатты. Ескі денеде Елизавета енді еш нәрсеге қызығушылық таппайтын. Әр аптада жеткізуші оған пакет жіберетін, және осылайша Елизавета мағынасыз аптаны өткізетін. Содан кейін Сью өмірді жалғастыратын.
Оның өмірі Елизаветаның өмірінен әлдеқайда қызықты болды, және ол өзінің 7 күнін толық ләззат алды. Бірақ ваннада жатқан Елизаветаның көрінісі тым мазасыз еді. Сондықтан Сью ванна қабырғасын бұзып, Елизаветаны ішке жасырды. Қатты шу көршіні ашуландырды, бірақ жас және әдемі Сьюді есікте көргенде, оның ашуы бірден жоғалып, кез келген уақытта көмек сұрай алатынын айтты. Содан кейін Сью Елизаветаны тар, қараңғы камераға сүйреп апарды. Ол Елизаветаның портретін алып тастап, орнына өзінікін ілді. Харвидің қолдауымен Сьюдің даңқы тез өсті. 7-ші түнде жұмыстан кейін ол жас жігітті пәтеріне шақырды, бірақ алмасу уақыты жетті. Оның басы қатты ауырып, мұрнынан қан ақты. Дүрбелеңге түсіп, ол камераға жүгірді. Сол кезде Елизаветаның стабилизаторлары таусылған еді, бірақ ашкөздік Сьюді одан да көп уақыт алғысы келді. Ол ережелерді бұзып, Елизаветаның денесінен тағы бір доза стабилизатор алды және өзіне егді. Жанданып, ол түнді аман шығуды шешті. 8-ші күні, дене алмасу аяқталғанда, Елизавета камерадан шықты. Ол үйдің бейберекет екенін көрді, жас жігіттің дулығасы және бірнеше күннен кейін оны алуға қайтатыны туралы жазба болды. Бірақ Елизавета бірдеңенің дұрыс емес екенін байқады. Оның бір саусағы өлі сияқты болды. Киімдерін шешіп тексергенде, Сьюдің алдыңғы түнде оның денесінен қосымша стабилизатор ұрлағанын түсінді. Ол дереу жеткізушіге қоңырау шалып, қалпына келтіру жолы бар ма деп сұрады, бірақ олар басқа дененің оның өмірлік күшін ұрлағанын және ешқандай ем жоқ екенін айтты. Ашуланған Елизавета Сьюдің қателігі үшін неге ол жауап беру керек деп сұрады, бірақ олар, сіздер бірсіздер. Егер басқа дене тепе-теңдікті сақтаса, мұндай болмас еді деп жауап берді. Елизавета теледидарда Сьюдің өзінің жас кезінен де жарқырағанын көргенде, жүрегінде қызғаныш өртенді. Кейін тағы бір пакет алуға барғанда, оны біреудің аңдып жүргенін байқады. Аңдушы субстанцияны алғаш ұсынған медбике болып шықты, бірақ енді ол жас емес еді. Қарт адам өзінің матрица екенін, ал жас медбике оның басқа денесі екенін айтты. Ол Елизаветаға олардың жалғыз құндылығы басқа нұсқаны тірі ұстау екенін, бірақ басқа дененің олардың өмірлік күшін жеп жатқанын айтты. Елизавета қорқып тез қашып кетті. Өкінішке орай, ол Сьюмен кездескен жас жігітке тап болды. Ескі және солған Елизаветаны көрген жігіттің шыдамы аз болды. Бұл Елизаветаның жүрегін одан да теңсіз етті. Жалғыз жанын жұбату үшін ол ескі сыныптасы Фредтің байланысын іздеді. Ол қайтадан махаббатты сезінгісі келді. Олар кездесетін орынды қуана келісті. Елизавета үмітке толы болды. Ол әдемі киініп, сенімділігін қалпына келтірді. Бірақ Сьюдің жас, мінсіз бетін көргенде, өзіне лайық емес сезінді. Ол макияжын қайта-қайта жағып, бірақ Сьюдің бейнесі оны барлық жерде қудалады. Қанша тырысса да, ол ешқашан қанағаттанбады. Ақыры ол өзін жындылыққа жеткізді. Фредпен кездесуі бұзылып тасталды. 7 күн өтті. Елизавета уәдесін орындап, Сьюмен алмасты. Бірақ Сьюдің бір өнері кезінде кенет апат болды. Ол қорқып, жамбасына шығып тұрған үлкен түйірді байқады. Ол оны қолымен жоғары итеріп, көп күшпен түйірді кіндігіне дейін жеткізді. Содан кейін кіндігіне қолын салып, қазып шығарды. Бірнеше сәттен кейін ол шынымен бірдеңе шығарды, қуырылған тауық еті. Сахнаға қайтып келгенде, оның шоуы тоқтатылғанын білді. Станциядан қайта шығарылады деп алаңдаған Сью, Харвидің оған бағдарламаның рейтингінің күрт өскенін және жаңа жылдық шоуға жүргізуші болатынын айтқанда таң қалды. Бұл жаңалық Сьюді қуантты, бірақ оны одан да ашкөз етті. 7 күн ережесін сақтамай, ол Елизаветадан қосымша 3 күндік стабилизатор алды. Ол 10 күнге дейін алмастырмады. Елизавета ақыры оянғанда өзінің сыртқы түрін көріп, толығымен ақылынан айырылды. Оның жарты адам, жарты елес сияқты денесі өзін-өзі күтуге қабілетсіз болды. Ал Сью жарқыраған және сәнді болып, барлығының назарында болды. Екеуінің арасындағы контраст таңғаларлық еді. Сью өз шоуында Елизаветаның ескі фитнес бағдарламасын мазақ етіп, оны ескірген деп атады. Олар бір дәуірде емес еді. Бұл Елизаветаны ашуландырды. Ол Сьюдің сұлулығын ұрлағанына қызғанды. 7-ші күні қайталмасқанда, Сью пәтердің бейберекет екенін көрді. Бұл Елизаветаның ашуын көрсету тәсілі еді.
Сол кезде олардың арасындағы жеккөрушілік енді шешілмейтін болды. Ашуға булығып, Сью Елизаветаның денесінен ондаған стабилизатор түтіктерін алды. Ол 3 ай бойы еркін өмір сүрді. Бірақ бұл жеткіліксіз еді. 3 айдан кейін ол тағалуға тырысқанда стабилизатор қара және лайлы болып қолдануға жарамсыз еді. Дүрбелеңге түсіп, ол жеткізушіге қоңырау шалып, шешім бар ма деп сұрады, бірақ бұл қайтымсыз еді. Жалғыз жол Елизаветаның қайтадан стабилизатор беру үшін алмасу. Қарсы болғанымен Сьюдің басқа амалы жоқ еді. Ол Елизаветаны қан түтігімен әрең жандандырды. Елизавета оянғанда оның денесі толығымен шіріп болды. Ол ешкімнің оны бұл сұмдық күйде көргенін қаламады. Ол Сьюдің жігітін есіктің сыртына тез жапты. Оның жүрегі үмітсіздікке толы болды, тек ашу қалды. Шіріген денесін қонақ бөлмеге сүйреп, ол жеткізушіге қайта қоңырау шалды. Ол тоқтатқысы келетінін айтты. Олар тоқтағаннан кейін қайта оралу мүмкін емес екенін ескертті. Бірақ Елизавета берік түрде тоқтатқысы келетінін айтты. Келесі күні тоқтату жинағы келді. Елизавета өзін басынан аяғына дейін мықтап орап алды. Көрші оны Сью деп ойлады, бірақ орнына оғаш фигура шықты. Пакетті алған соң ол тез қайтып, Сьюді камерадан шығарды. Ол тоқтату сарысуын алып, Сьюдің денесіне егуге кірісті. Бірақ аяқтар алдында ол өзінің бір кездегі даңқты өткенін есіне алып тоқтады. Оның орнына Сьюді оятуға тырысты. Сью оянды, бірақ Елизаветаның сұмдық күйін көріп қорқып кетті. Жерде жартылай қолданылған тоқтату сарысуы жатты. Сью Елизаветаның оны жойғысы келгенін бірден түсінді. Олар бір болса да, сол сәтте екі бөлек саналы болды. Сью толығымен жынданды. Кенет бір тізе соққысымен Елизаветаны бөлме арқылы құлатты. Әлсіз, Елизавета соққыға шыдай алмады және көп ұзамай өлді. Бірақ олар бір болғандықтан, Елизаветаның тұрақтылығы болмаса, Сью де өмір сүре алмады. Бірақ сол түн жаңа жылдық шоу болды. Не болса да ол даңқпен өлгісі келді. Макияж жасап жатқанда ол жөтеле бастады. Қорқынышты түрде бір тісі түсіп кетті, содан кейін тағы бірнеше алдыңғы тістері түсті. Кенет ол үйде қалған активатор сарысуын есіне түсірді. Елизаветадан бөлінгендіктен, ол да басқа дене жасай алатын шығар деп ойлады. Ол ешкімнің оны бұл күйде көргенін қаламай, сахнадан тез қашып кетті. Үйде ол алғашқы активатор сарысуын денесіне егді. Бірнеше сәттен кейін ол иесінен танып құлады. Сол сәтте ол Елизаветаның басқа денесінен жаңа матрицаға айналды. Бірақ ол күтпеген нәрсе жаңадан пайда болған басқа дене сұмдық болды. Ол активатор сарысуы тек бір рет қолданылатынын ұмытып кеткен еді. Бұл жолы пайда болған дене Сью мен Елизаветаның бірігуі болды. Елизаветаның мәні басым болды. Дегенмен ол ұлы шоуға қатысуды ойлады. Ол қайтадан көйлек киіп, сырға тағып, сирек шашын тарады және тіпті Елизаветаның портретін бетіне жапсырды. Содан кейін сахнаға қайта оралды. Барлығы Сьюдің оларға тосынсый дайындап жатқанын ойлады. Көрермендер ынтамен қарап отырғанда сахнада қобыжық пайда болды. Бұл көрініс көрермендерді толығымен таңғалдырды. Алдыңғы қатарда отырғандар өмір бойы психологиялық жарақат алды. Олардың қорқынышының ортасында ол кенет жарылып, тек ет пен қан қалды. Елизавета өзінің қарттық шағын тыныш өмір сүре алатын еді, бірақ ашкөздік пен бекершілік оны тікелей жойылуға апарды.